Армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан Алашарландар қозғалысынан бүгін біз Қарасай ауданы станция Чемалғанға келіп отырмыз. Мына жерде аға тәтеміздің отбасыларына келіп отырмыз. Үлкен қайғы туындап тұр бастарында. Мына 2020 жылы ақпан айында Қаскелен қаласында кафеде Құрманбеков Дархан бауырымыз қасында, Құмарбеков Дархан бауырымыз кафеде достарымен отырып, бір-бірімен сөз таласып, сол жаңағы енді жас болғаннан кейін сыртқа шығып төбелесіп, бір-біріне жаңағы пышақтасып, содан кейін бауырымыз қамалып, қазір кезде областной соттың шешімімен 15 жылға деп неғып отыр. Енді бұл жерде қарасақ, жәбірленуші бауырымыз өз кешірімін беріп отыр. Бүткіл материальный, моральный ущербтің бәрін беріп отыр. Областной сотта кешірім берді, ешқандай претензиясы жоқ. Соның өзінде де осындай шешім шығарып отыр. Мына жерде енді бауырымыздың кәлімет жасқа толмаған 4 баласы қалды. Оны естіген әке-шешесі инсульт алып, қазір инвалидность жағдайында отыр. Бұл жерде бірінші инвалидность болып отыр. Сол енді мына келініміз бір ауыз айтып кетсеңіз. 2013 жылдан бері екеуміз Дархан құрдық. Осы бүгінгі күнге 4 ұлымыз бар. Өзіміз Қаскелеңде тұрамыз. Осы жағдайдан кейін әке-шешесі үлкен қалға түсіп, екеуі де бірінен соң бірі инсульт алды. Енді шын айтсам, қазір осы күнге шейін айтып әйеліміздің пенсиясына өмір сүріп жатырмыз. 4 ұл баланы өсіру де оңай деп айта алмаймын. Оларға әке керек, күнде сұрайды. Кішкентай балам туылғалы әкесін көрмейді, танымайды әлі де шейін. Көмегіңізді сұраймыз, көмектесіңіз, қолыңызды сұраймыз. Анасы бір ауыз айтып кетсеңіз. Инсульт алдым, жұмыс істеп жүргем. Станция алғанда үлкен завод лабораториясында. Содан бір жыл өтті, менен кейін 2 айдан кейін күйеуім инсульт алды. 1-ші группа, мен 3-ші группа. Қаскеленде осы келіннің қолындамыз. Сол енді сізден қазақ елі, президент, сізден көмек сұраймын. Қол ұшыңызды беріңіз, бір жәрдем жасаңыз. Өтініп сұраймын сізден. Күйеуім деген Әл-Фараби атындағы университетте қауіпсіздік қызметкері болып жұмыс істейтін. Өзі жатпайтын, өзі өскеменнің жігіті болатын. Сағат 4-тен тұрып, қарын күреп, есік алдын бәрін сыпыратын. Қазір өзіне бір кісі керек, қарайтын денсаулығы жоқ. Бір жағы парализованный болып, 1-ші группадағы инвалид болып қалды. Пенсияға да жеткен жоқ, пенсияға 2 жылы бар. Сізден осы сұраймын, осы кішкентай балалары бар, кәмелетке толмаған. Бір жағдай көмектесуіңізді сұраймын. Құрметті Қазақстан президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, Генеральный прокуратураның Верховный судтың председателінің төрағасын үлкен өтінішпен сұрайтынымыз, осы істі өздеріңіз қолға алып, дұрыс жағынан шешім шығарып берсеңіздер. Әкелерім өз балаларының қасына қосылса екен, сол үлкен өтініш.